Бүгін Қытай тіліндегі ең беделді, ең үлкен Дажуа медиасындағы ақпаратты аударып берейін. Бұл YouTube канал тілі өте шешен және ақпарат көздері, ақпараттық тірегі өте мықты, сондай үлкен бір ақпарат көзі. Сондықтан кейбір жаңағы жетіспеушілік болса кешіріңіздер, шамамның келісінше аударып көрейін. Бұның ішіндегі негізгілерін талдап қана аударамын. ақш мемлекет хатшысы Помпео мен Индия қорғаныс министрі кездесті. Екі қосу екі формасындағы кездесу, яғни мемлекеттің екінші қол басшыларының кездесуі болды. Қытайдың Jiangsu өлкесінің саяси комиссары, саяси комитет бастығы Ван Ликі қызметтен тоқтатылып тергеуге алынды. Бұл биылғы Қытай билігіндегі 19-шы болып торға түскен жолбарыс. 22-ші күні Лои қайтыс болды. Оның қызы WeChat желісі арқылы қазаның шын екендігін дәлелдеді. Лои кезінде Қытай Компартиясының 89 жылғы 6 айдың 4-ші күнгі оқушылар қырғынын келтіріп шығарған құпиялықты әшкерлеген, 31 рет Си Цзиньпинге хат жазып, оған оқушылар қозғалысы мен Фалун Гонг қозғалысына назар аударып, ең үлкен қылмыскер Jiang Zeminді тұтқындауды өтінген адам. 5 күнге жалғасатын Қытай Коммунистік партия орталық комитетінің 5-ші жалпы халықтық мәжілісі ашылды. Бұнда Си Цзиньпин өзі соғыс арланы ролын ойнады. Америка сайламы жағдайы айқындала түсті. Трамптың қолдаушылары барған сайын көбеюде. Трамптың жалғасты билікке келу мүмкіндігі жоғары. Бұл Си Цзиньпинмен құпия байланыс орнатқан Байден үшін жақсылық емес. Талдауларға сүйенсек, алда үлкен күрес болады. Қытай орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі Қытай Компартиясының партия ішіндегі ең маңызды жиналысы. Бірақ Қытай медиаларында бұл жиналыстың қаншалықты маңызды екендігі көрініп тұрған жоқ. Бас аяғы 112 әріптік қана мақала жарияланды. Жиналыстың мазмұнынан алып қарағанда барлық адамдардың назары ауғаны белгілі. Барлық адам Қытай билігінің тақ мұрагері кім екендігіне аңсарауды. Бірақ Қытай мемлекеттік органдарының ақпаратына қарағанда ешқандай құнды бағалы ақпарат көріп тұрған жоқпыз. Көбі Шинхуа агенттігінің хабарын бөлісіп жатыр. Қытайдың ең үлкен медиалары Шинхуа агенттігінен тыс халық газеті, орталық телевизия станциясы ешқандай бір парша суретте салған жоқ бұл туралы. Онда мақалалардың әріп саны қаншалық аз болған сайын, соншалық медиалар үнсіз болған сайын мәселе ушығып тұр деуге болама. Соңында қандай бір үлкен уақиға болайын деп тұр. Бір интернет қолданушы бүгін таңертең жиналыс өткен орындың сыртынан бір сурет тартып алған. Суретте сол жақта күзетте тұрған әскер, ортасында кеудесінде қызмет куәлігін таққан үкімет қызметкері тұр. Оның артында қара түсті қарулы сақшы машинасы тұр. Хабарға қарағанда Жиңши қонақ үйі бүгін азаннан қауіпсіздік қызметін күшейткен. Қонақ үйдің маңайынан жүруге тыйым салынып, блокпосттар қойылған, қатынас тоқтатылған және жол бойының бәрінде қоғам қауіпсіздік сақшылары мен бұқараша киінген ерекше қызмет адамдары жүр. Аралықтары жақын орналасқан әскери мәшинелер қойылған. Жиңши қонақ үйі Қытай Компартиясының ең құпия қонақ үйлерінің бірі болуы мүмкін. Қытай Компартиясы қатты қорқады. Жиналыс болған жерде егерде жарыс болса, Компартияның біткен ақжағалыларының сүйектері бір шұңқырда қалары қақ. Арамдықты, жауыздықты көп істеген осылай болады. Ұрының арты қуыс деген, олар қатты сақтанады. Интернетте тағы бір видео жүр. Қытай Компартиясы хат чек қабылдау мекемесінің алдында, яғни бұқараның арызын қабылдау мекемесінің алдында адам қаранопыр, арыз айта келген адамға толы. Бірақ бұл тек форма, тәсіл ғана, ештеме шешпейді. Халықтың қиыншылығын тыңдайтын адам жоқ. Теңіз армиясы, Қытай теңіз армиясы артқы сап бөлімінің бастығы Го Ли Күн, оның үйі зорлықпен шағылған, күйеуі теңіз әскерлері жағынан өлтірілген, ұрып өлтірілген. Бұған неше жыл болса да билік басындағылардың қаперіне кіріп шыққан жоқ. Олар халықты жаныштауын тоқтатқан жоқ. Ақсүйек әйел бір түнде қайыршыға айналды. Қытай Коммунистік партиясының жүйесі астында коммунистердің мәселесін шешу деген мүмкін емес. Бұл бейне бір зорлықшының тағы бір зорлықшыны
бір шапқыншының үстінен тағы бір шапқыншының арыз бергені сияқты еш нәтиже жоқ. Барлығы ұры, барлығы қарақшы. Егер бұл қарақшы тағы бір қарақшыға тиісетін болса, қылмыстың бір ұшы өзіне де тиюі мүмкін. Барлығы бір апаның бөрілері. Сондықтан Қытай билігі жер-жерге көп мөлшерде әскер орналастырып, халықтың мәселесін зорлықпен басықтыру, бәсейтуді ойлайды. Қазіргі жағдайда Қытай Компартияда ішкі қайшылық асқынған тұста тіптен қорғанысты күшейтеді. Қытай Компартиясында бір ерекшелік бар. Әр жолы үлкен пәлеге душар болғанда халықтың назарын басқаға бұрады. Бүгін 26 күні Қытай Коммунистік партиясының Азаттық армиясы газеті мақала жариялады. Соғысқа шұғыл даярланып жатқанын хабарлады. Әскери қосынды әскери күшті күшейту, заманауи қарулармен қаруландыруды тездету деген мағынада. Әскери қосынды дүниедегі ең үздік қосын етіп жасап шығу, гүлденту, көркейту, нығайтуды іске асыру деп. Бұл мақала Си Цзиньпиннің Америкаға қарсы тұрып Шаошянға көмек беруді еске алу жиналысында сөйлеген сөзіне байланысты жарияланған болуы мүмкін. Си Цзиньпин айтты: Джунго ешқандай бір күштің, ешқандай бір адамның отан топырағын бөлшектеуіне жол қоймайды. Егер сондай жағдай болып жатқанда, Джунго халқы бетпе-бет келеді, ештеңеден аянбайды деді. Си Цзиньпин ауыр сөзді алдымен айтып алды. Қолпаштаушылары ұрандап, айқайлап, елеуреп шыға келді. Бірақ Қытай Компартиясы Тайванға оқ аталды ма күні бүгінге дейін? 2015 жылы Тайванға қоғанлығы көрсеткен болатын. Екі жағалауда соғыс болады деп, бірақ Сидің сөзі айтылып кетті, бірақ соғыс болған жоқ. Қытай Компартиясы соғысқысы жоқ емес, қуаты жоқ, дәрменсіз. Бірақ кейбір жағдайларда кішкене көлемдегі ұсақ-түйек ұрыс-керіс байқаусызда болды деген құлақты жанап өтетін өткен оқтың дауыстарын да жоққа шығармаймыз. Бұның бәрі Қытайдың ішкі қайшылығында Си Цзиньпиннің беделін жоғарылату, мығым орнын сақтап тұру үшін керек болғаны бәрімізге мәлім. Оның жалғасты билігін сақтау, ұзақ мерзім үстемдігін қорғау үшін өзі бас болып, соғыс арланы кейпіне кіріп отыр. Бұл жиналыстың ең қызықты тұсы да осы. Барлығы Си Цзиньпиннің мұрагерін білгісі келеді. Мұрагері белгілі бола ма, болмай ма? Егер бұл туралы жақ кірісін ашпайтын болса, онда Си мәңгілік төраға болмақшы. Сидің бұл арманы ғой. Бірақ өзі де жақсы түсінеді, өзіне деген риза болмаушылықтар, наразылықтар туралы. Әсіресе Байден әулетінің масқарасы шыққаннан бері Сиден ұйқы қашқан болар. Байденнің Симен құпия қарым-қатынас қаншалық дендеген дейсіздер ғой. 2018 жылдан бастап оның Симен болған жеке дастархандары 25 сағатқа дейін барған. Америка үкімет органдары Нью-Йорк газетіне әшкереледі. 2011 жылдан бастап жарты жыл аралығында ол Симен 8 рет кездескен. Сондықтан Байден әулетінің былығы Си Цзиньпинге де сөзсіз ықпал етеді. Бүгін Трамп Twitter аккаунтында бүгін 3 үлкен кездесуім бар және өзінің дағдылы айтатын ұранын айтты. Яғни Американы тіпті де құдіреттендіру немесе ұлы Американы қайта жасап шығу деген. Трамп денсаулық қалпына келіп Бансадан шыққан соң 1 минутта тоқтамастан тоқтаусыз халықпен кездесулер, жүздесулер ұйымдастырып жатыр. Әр күні президенттің кездесу майданын қуалап жүрген халықта қисап жоқ. Твиттерде африкалық дауыс беруі мүмкін африкалық сайлаушылардың дауыс саны жарияланды. 19 числодан бастап 23 числоға дейін бір еселеніп 25%-ға көтерілген Трампты қолдаушылар. Кейбір дүдамал болып тұрған штаттардағы қарсы болушылардың өзі 15%-ға көбейіп билет тастап тіке Трампты қолдайтындықтарын білдірісіп жатыр. Бұл 2016 жылғы нәтижеден 50%-ға жоғары болып тұр. Ең қызықтысы, Байден кеше тілшілерге сұхбат бергенде, біз Жорждың 4 жылдық үстемдігіне ендігі әрі төзе алмаймыз деді. Ол Трамптың атын ұмытып қалған сияқты. Трампты Джордж Буш деп айтып отыр. Трамп твиттерінде: Байден кеше мені Джордж Буш деп атады, атымды ұмытып қалыпты. Дикторлардың көмегімен қателігін әрең түзетіп алды деп қылжақ қылды. Трамптың жеңісі айқындалып келеді. Магазинде Байден мен Трамптың аты басылған жейделер сатылымға шықты. Бір қызығы, бағасы ұқсамайды. Трамптың жейдесінің бағасы $6,99, ал Байденнің жейдесі $2,99 сатылады екен. Көпшіліктің бәрібір қағиданы біледі. Сатылымы, өтімі жоғары тауардың бағасы да қымбат болады. Өтімі аз тауардың бағасы орнықты болады немесе төмендеу болады. Бұл да кейбір мәселелерді анықтап берген сияқты. Бұл Қытайдың Америкадағы ұзақ уақыттық тарту таралғы беру, сыйлық беру, арзандату немесе белгілі бір мүддесіне ыңғайлы болу сияқты құпия саясатының жоспарларының быт-шытын шығаратын болып тұр. Америкаға қарсы тұрып Шаошянға көмек беру жиналысында көмек беру атты
көмек беруді еске алу атты жиналысында айтқан сөзі Си Цзиньпиннің бүкіл әлемге тарады. Беталды жұңғылықтарға тиісуге болмайды деген сөзі. Бұл сөзді басқа дипломаттар айтса мейлі еді. Өйткені Қытайдың соғыс арланы сыртқы саясатына да біраз уақыт болды. Білдей бір мемлекет басшысының аузынан айтылу енді ғажап. Си Цзиньпиннің соғыс арланының ролын өзі ойнап отыр. Бұл сырт көзді қайран қалдырды. Қытай компартиясы тағы бір жаңа кино шығарды. Джин Гаңчуан. Бұл қазіргі ерекше сәттердегі жұңғы рухын, ұлттық рухты, халықтың мақтанышын жырлайтын насихат құралы ретін есебіндегі шығарма. Бұл киноны жаппай таратып жатыр. Бұл бейне сол кезіндегі аштық жайлаған жауынгер аз, соғыс құралдары тапшы замандағы ағаш көпірді ерлікпен жауынгерлердің қалай алғаны туралы сондай ерлікті дәріптейтін әңгіме еді. Бірақ 1953 жылдан 1954 жылы 1 айдың 23 күніне дейін соғысқа қатынасқысы келмей Тайваньнан қайтқан Қытай әскерлерінің кезінде әскерліктен қуылып жазаланып өзгерту майдандарына айдалған болатын. Бұл тұрғыдан қарағанда, онда біздің әдетте ауыз жаппай айтатын отаншылдық ұрық, халықты сүю, отанды сүю, партияны сүю дейтіннің барлығы өтірік пе? Қытай саясаткері сұхбат беріп, Еркін Азияға былай деген. Қытайдың бұл киноны жарнамалауы Си Цзиньпиннің іштен және сырттан қысымға ұшырауына байланысты. Ол Маузудың идеясымен уланған. Америкаға қатаң қарсы тұруды талап етеді. Батыс елдерінің өзіне салған санкциясын жай бағалап, төмен бағалап отыр, төмен мөлшерлеп отыр. Сөйтіп ол егінді қоритын шөп адамды қолдан жасап, халықтың ойын тарихқа бұру арқылы, өткен тарих арқылы халықты Америкаға қарсы тұруға шақырады. Бұл ешқандай таңғажайып құбылыс емес, өйткені олар ежелден тек қарулы күш пен өтірік өсек арқылы өз үстемдіктерін қорғап келді. Си Цзиньпин тағы да былай деді: жұңғы халқы ешкімге тиіспейді, әрі ешкімнен қорықпайды, әрқандай қиындық алдында тізесі дірілдемейді, белі қайыспайды. Жұңға ұлттары ержүрек ез емес. Оның сөзі керемет-ақ, бірақ шындығы солай ма? Қытайдың осындай сандырақтары Қытай сыртқы саясатының маңызды бір бейнесіне айналғалы қашан. 23 күн Англияда саяси пікір алмасу жиналысы ашылды. Өтті. Онда Қытайдың әлем елдерімен қатынасы сөз болды. Американың орынбасар кеңесшісі Масью Боттингер сөз сөйлеп, жауыздықтың ең қорқатыны халық алдында әшкере болатын шындық. Қытай компартиясының қазіргі бейнесі дәрменсіз, тағы өз-өзіне сенімді. Бұл бір түрлі үмітсіздік ішіндегі орайшылдық деп көрсетті. Соғыс арланының астарында қорқыныш және үрей, өз-өзін дәріптеу мен дәрменсіздік ортасындағы жан талас тұр дейді. Жеке адамдардың талғамын мемлекет саясатын араластырып, Пекиннің мүддесіне ыңғайлы етіп жасау дейтін пиғыл бар. Трамп саясаты екі нұқтада мықты тұрады: теңдік және әділдік. Жауыздық жарқыраған күннің алдында бас ию керек дейді. Боттингердің осы сөзінен ақ көріп алуға болады, Америка үкіметі Қытайды толық танып жетіп қана қалмастан өте күшті болған Қытайға қарсы саясатты алып шықты. Трамптың қайта сайлану мүмкіндігі жоғары, сондықтан Си Цзиньпин өзіне тиімсіз болатынын жақсы біледі. Сонымен ол Американы жексұрын көрсету деген мақсатпен халықтың Америкаға қарсы пиғылын қозғап отыр. Өзі ортаға шығып, соғыс арланы болып отыр. Помпео ел аралап жүр. Соғыс жағдайындағы елдерден қалысырап бітімге келіп жүр. Американың екі стратегиясының биыл 3-ші жылға алып барылуы. Мақсат айқын. Стратегиялық серіктестік, одақтастық мақсатын іске асыру, компартияны тізгіндеу. Индиямен болған кездесу өте маңызды. Индия табиғи және қолға қондырмаса болмайтын, Америка үшін өте маңызды тосқауыл. Бірақ Қытай мен Индия арасындағы қақтығысқа байланысты қазір Индия ендігәрі Қытайға деген қиял әлемінен шығып, нақтылы іс-шараларға көшуге мәжбүр. Қытай компартиясының ендігәрі өтірігіне сенбеуге мәжбүр. Помпео тағы Шри-Ланка, Индонезия елдерін аралайды. Бұлардың бәрі Қытайдың бір жол бір белдеу жобасына қатысқан елдер. Қытайдан құтылып, Америкамен одақтасуға шақыру мақсатында Помпео Шри-Ланкаға 10 жылдан бері тұңғыш рет сапарлады. Шри-Ланканы Қытайға таянудан құтқару Помпеоның осы ретке келудегі мақсаты.
осы мемлекеттердің Америкамен байланысты нығайтуға септігін тигізетін осы рет ең жақсы орай. Егер бұл мемлекеттер Америкамен одақтасатын болса, онда Қытай үшін бұл да үлкен соққы. Жағрапиялық маңызы жағынан алғанда, бұл мемлекеттер Қытайдың солтүстік теңіз жағалауын алып жатады. Қытайдың теңіз жағалау шекарасы осылармен шекараласады. Қаритадан қарасаңызда, Қытай компартиясын жан-жақтан қаумалап ортаға алу стратегиясының мақсаты орындалған сияқты.